1991 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіз егеменді ел деп жарияланды. Түркия Республикасы бірінші болып Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін таныды. Осылайша, әлем картасында тәуелсіз Қазақстан атты жаңа мемлекет пайда болды. Оның тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Тәуелсіздік шежіресі 1997 жыл. 1997 жылы қаңтар айында Бішкекте Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан басшылары үш елдің мемлекетаралық кеңесі шеңберінде кездесіп, осы елдер арасындағы мәңгілік достық туралы келісімшартқа қол қойды. Осы жылы Алматыда Арал теңізі мәселелері арналған Орталық Азия мемлекет басшыларының саммиті өтті. Қазақстанда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 1997 жыл саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы болып белгіленді. Шілде айында Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы қабылданды. Осы жылы Қазақстан-Қытай шекарасында достық станциясы маңыздағы бірінші шекара белгісі ресми түрде ашылды. 1997 жылы қазан айында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына арналған ең алғашқы жолдауын жариялады. 2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы мен оны жүзеге асырудың бірінші кезектегі шаралары осы жолдауда айтылды. Қазан айында елбасының Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау туралы жарлығына сәйкес Ақмола қаласы ресми түрде 1997 жылдың 10 желтоқсанынан бастап Астана болып саналды. Сол жылы қараша айында Ақмолаға Қазақстанның мемлекеттік рәміздері мен президент байрағы салтанатты жағдайда жеткізілді. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын.